Кеше Маңғыстау облысына шұғылы жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақтаудағы облыс активімен кездесуден кейін Жаңаөзенге ат басын бұрды. Онда президент мұнайшылармен жергілікті халықпен кездесіп, болған оқиғаның мән-жайын халықтың өз аузынан естіді. Елді сабырға шақырып, ондағы тіршілікті өз қалыбына түсіру үшін жасалып жатқан қарекеттер туралы айтып берді. Елбасының өзі келіп, елмен сөйлескеннен кейін жаңаөзендіктер сабаларына түсіп, енді мұндай бүліктің болмайтынына уәделерін берді. Қазір Жаңаөзен қаласының орталығы адам көріксіз. Өртенген қираған ғимараттар, шашылған іске жарамсыз дүниелер күніге жағына көркейіп гүлденіп келе жатқан қаланың сиқын қашырып тұр. Мемлекет басшысы қаланы аралап жағдайды өз көзімен көрді. Жиналған халыққа барып олардың мұң-мұқтаждарын тыңдады. Қаза болғандардың отбасы, туыс-туғандарына көңіл айтты. Елге басу айтып, сабырға шақырды. Президент Жаңаөзендегі дүрбелеңнің жуан ортасында болған тәртіп сақшыларымен де тілдесті. Олардың не үшін оқ атуға мәжбүр болғанын анықтады. Қыздар, келіншектер өлім айтып, соларға кетіңдер деп айтыр. Кетіңдер, бүгін той емес, садаға деп. Соны біз жібермей тұрмыз. Бізге келіп итеріп, не қылып, өз жастар көп. Анетінде бәрімізді боқтап, балағаттап, біз енді күшіміз келмей жатыр. Ешқандай қару жоқ өзімізде. Итерет, артқа итерет, біз не қылып жібермеуіміз керек. Ана жердегі кәмелетке толмаған көз жас қыздарды ұрып өлтіріп қоя ма деп бізге тас лақтырды. Онда да тұра бердік. Содан біздің зампослужбамыз бар. Соған басына тас дейді, үлкен тас. Содан шегіне бастап күшіміз келмеді. Кейінге соны өртеп, не қыламыз деп сондай хабар келді бізге. Ана қыз қайта-қайта бізге дежурный шығысқа қайта-қайта шығады. Мені қорғаңдар. Содан кейін біз қару алып, сөрге барған кезде өз қарасақ зданияның бәрін өртеп келе жатыр екен. Таспен ұрып не қылып, содан кейін қару қолдана бастадық. Бірінші ескерту аспанға. Бұлардың оқтары деген халасты өтірік атып жатыр. Бұлардың қаруын тартып алу керек деп аспанға атқан кезде солай қарсы жүгірді. Сосын президент жұртты ішке кіріп сөйлесуге, ақылдасуға шақырды. Әрине қан төгіліп, адам шығыны болды. Соған ашынған, көзінің жасын булаған жұрт та бар. Дегенмен көпшілік сабырлы, ойларын бүкпесіз айтты. Шенеуніктерге, кейбір басшыларға өкпелерін білдірді. Кінәлілерді іздеді. Ең бастысы, нағыз айыптылар туралы елдің де, елбасының да ойлары бір. Мен бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын, айтпаймын. Бірінші мәселе, біз осының барлығын табуымыз керек. Халыққа ақиқатты айтуымыз керек. Жаңағылар жасарын жасады да қашып кетті. Бірақ жартысы ұсталды. Ал енді барлығын осыны дережелеп өтіп отырған ол Жаңаөзенге келген де жоқ. Сырттан отырып жасаған. Анаған болғандарды іздейміз, қай жерде болса да, дүниенің қай түкпірінен болса да іздеп табамыз оларды. Биыл таппасақ та ендігі жыл табамыз. Бір айдан кейін табамыз ба, қашан табамыз? Шындықты шығартамыз. Сот болады, жауапқа тартылады. Ал енді ана топырмен келіп, Құрашейна барлығын алып кеткен адамдарды оның жазығы жоқ болса босатады. Топырға келген үшін оны соттаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Екінші мәселе, жоқ жерден жарық күнде, күннің ортасында адамдар қаза болды. Соған мен көңіл айтайын деп келдім. Олардың ешқандай жазығы жоқ еді. Әрбір қайтыс болған баланың қалай болғанын тексертеміз, жеке-жеке. Мен айтып отырғым жоқ, мыналарды қорғап қалам деп. Мына жақ кінәлі ме? Ана жақ кінәлі ме? Барлығын анықтаймыз. Маған оған сенімді. Нұрсұлтан Назарбаев мән-жайды, мұндағы түйткілдердің түп-төркінін жақсы біледі. Бірақ жекелеген лауазым иелері оған оқиға шиеленіспей шешілетінін айтып теріс ақпарат берген. Сөйте тұра өздері елмен тікелей сөйлесіп, талап-тілектерін ескермеген. Салдары мынау. Ай мен күннің аманында ел бүлінді. Бейбақ жұртта жарасындағы жымысқы ниеттілердің қолшоқпарына айналды. Президент мұнайшылардың мұңы түгел тыңдалатынын, шешім қабылдарда ол бастан аяқ ескерілетінін айтты. Ешкім сөйлеспейді, ешкім менсінбейді бәрі бастық шетіне. Егер де мұнайды басқарып отырған азаматтардың халыққа деген жақсы көңілі болатын болса, мынау қазағымыз ғой, аспаннан түскен жоқ өзіміздің. Ешқайда кетпейді. Осындай адамдармен де жұмыс істеуіміз керек. Ешкім сөйлеспейді. Мен баяғыда келетін едім жазда. Ойбай барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі. Өздері тыныштанады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бүйтеміз. Сентябрьде келем дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Мына нелер, Қазмұнайгаз барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы үйтті деді, тамам. Алдады. Сол үшін мен Қазмұнайгаздың бастығының орнынан алып, мына Ләззат Киімовті қойдым. Верденің бастығының орнынан алып, ана Айдарбаев Аликті қойдым. Жаңа әкім тағайындалды. Бұл осындай мәселе. Ары қарай. Мынау
өзен мұнай газдың төңірегінде қазір жаңа өндіріс ашылады. Ол бұрғылау компаниясы қайтадан құрылады, жаңадан. Сол бұрғылау компанияның құрылысы жүреді 1 жылдың ішінде. Сол 1 жылдың ішінде барлығын жұмысқа аламыз. Бұрынғы жалақысымен. Содан кейін ана құрылыс біткеннен кейін бұрғышысына барады өзінің мамандығына, оператор да барады, машин жүргізуші. Қазір құрылысқа кіріседі. Онымен қатар оларға мамандықты мемлекеттің тарапынан ақша бөлініп, басқа мамандықтарға оқытамыз. Қолына документ береміз. Тек қана жабысып болған емес, басқа сварщик бола ма, оператор бола ма, не бола ма, екінші мамандық бергіземіз. Анау Жетібайда дәл солай өндіріс ашылады. Сол жерге барлығын жұмысқа аламыз, жалақысын береміз бұрынғыдағыдай. Екі жағынан да сөйтіп қазір дегенде жұмысқа алып, жалақысымен отырып, бала шағасын бағатын болады. Ал ұсынылған жұмысты олқысынғандар болса, олар да түсіністік табады. Еліміздің барлық аймақтарында ашылып жатқан алып өндіріс орындарынан жұмыс ұсынылады. Оны қабыл алғандардың көшіп барып, қалыпты тіршілік етіп кетуіне көмек жасалады. Ең бастысы ешкімнен үркіп қорықпай, әркім өзінің басындағы мәселесін құзырлы органдарға жеткізулері керек. Олардың бәріне айтыңдар, қорықпасын мұнайшыларды. Ешкім мен қазір тапсырма беремін. Ешкім оларды қамамайды, ұстамайды. Олар келіп, сөйлесіп, жағдайын білмесек, қалай біз оларды орналастырамыз? Осыменен мынандай сұмдықты тоқтатыңдар. Масқара болмайды. Тура тойлап жатқан күні бүкіл Қазақстан мына жерден келді, как бы әлгі арқаңнан пышақ ұрғандай деген болады ғой. Дәл сондай жағдайға келді. Мен солай болды екен деп Маңғыстау жұртына сіздерге айып тағып көңілім өзгереді деп отырғам жоқ. Қазағым менің осы, қайтып көрімде тұрса да қазағым. 362 әулиенің тұрған жері қасиетті, солардың әруағына көз шашпаңдар. Олардың қаһарына қалмаңдар. Төтенше жағдайдың енгізілуі жағдайды толық бақылауға алып, тіршілікті өз қалыбына түсіру үшін жасалған қадам екенін айтқан президент, жаңа жылды жаңаөзендіктерді ел қатарлы қарсы аларына сенім білдірді. Ел іші тынышталып, жағдай тұрақтанса, оны алып тастау бір-ақ сәттің шаруасы. Нұрсұлтан Назарбаев елді тарихтан сабақ алуға, сабырлы салиқалы болып, елдің бірлігін, тұтастығын ойлауға шақырды. Қаншама жылдар бойы күндіз отырмай, түнде ұйықтамай еткен есіл еңбекті жалғыз сәтте желге ұшырмай, барды бағалай білуге, жоқты жасауға ұмтылуға үндеді. Жеріміз кең болса да, атты елінде Қазақстанның ішінде 9 миллион қазақ. Өмір бақи тарихымызда тұңғыш рет басымызға бостандық келді, тәуелсіздік. Ата-бабамыздың арманы. Міне Құдайға шүкір алдық. Енді осылай келіп аяғынан тік тұрғызып келген кезде осындай болатын болса, онда біз ел болмаймыз. Ұрпақтарымыздың болашағы бұлыңғыр болады. Олардың бақыты кесіледі. Бұл деген басымыздағы бақыт. Сол бақытты ұстай біледі. Тыныш болсақ, еліміз бүтін болса, тыныштығымыз болса, балаларымыз бақытты болады. Абайдың керемет сөзі бар. Біріңмен қазақ, бірің дос, болмасаң істің бәрі бос деген. Бізде өз ішімізде бірлік керек. Жастары қаскөйлердің арандатуына түсіп қалғаны болмаса, жаңаөзендіктерді елге тоқтау айтар ақсақалы, жүйелі сөз жетесіне жетер арыстары бар ел. Президенттің сөзін көкейлеріне түйді, көкіректеріне жиды. Сіздің алдыңызда бүгін біздің бетіміз ұялғаннан, қалайғыларымызды білмегеннен сөйлеп тұрмыз. Бәрі кешір деп айтып аламыз маған. Елдің атынан кешір. Сізге де ұят болды. Сіздер басқа сіздің ешқандай тек қана аталық қамқорлығыңыздан басқа жақсылық қылғаннан басқа жатырмыз жоқ. Бүгін сіз келдіңіз. Сіз келгеннен кейін мына өзендегі адам баласының барлығы енді бір қайтадан түнеріп тұрған күн жарқырап тұрғандай бір көрініп тұр маған. Түнеріп тұрған күн. Адамдардың көңілі де сондай. Сондықтан бүгін келгеніңізге қатты рахмет айтамын. Өзім де қуанып тұрмын. Шынында қатты Ал енді мінекей сіздің айтқаныңызға мен риза болып отырмын. Қайдағы жоқ адамны естіп түсірдіңіз. Біздің мына жерде әлгі айтып тұрған сөзге біздің мысалы мен саған жаны көрген адамның кебірмес қылмадық. Сондықтан сіздің мына келген негіз бұлжытпай мен қалған жерінде орындалады деп есептеймін. Сенемін бұларға. Осымен болдық па ағайын? Аман сау болдық. Нұрлан Өкеұлы, Бақтыбай Шаханов, Қайрат Мақажанов, Хабар агенттігі, Маңғыстау облысынан.